Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осылай дәмді болып шығатын пахлаваның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыз, дәмді пахлавалар жасаймыз. Бисмилля деп бастаймыз. Ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және сары майымызды қосамыз. Ұн мен сары майды біркелкі болғанша қолымызбен үгітіп, крошка жасап аламыз. Біркелкі болғанша осылай үгітеміз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар менің каналымда. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басамыз. Осылай үгітіп аламыз. Және қамыр қопсытқыш қосамыз. Араластырамыз. Алты жұмыртқаның сарысын қосамыз. Және 4 ас қасық қаймақ қосамыз. Екі ас қасық қант қосамыз. Араластырамыз. Қолымызбен қамырымызды илейміз. Тағы да кішкене ұн қосамыз. Біркелкі болғанша илеп шығамыз. Біздің тестамыз дайын болып қалды. Ал енді ұнымызды сеуіп, 3 бөлікке бөлеміз. Бір қайтара илеп аламыз. Бірде 3 бөлікке бөлеміз. Пергамент қағазын төсеп, ұнымызды сеуеміз және қамырымызды жаямыз жұқа етіп. Осылай формамызға орналастырамыз. Формамыздың диаметрі 30-да 30. Шет-шеттерін тегістейміз қолымызбен, артық жерлерін кесіп тастаймыз. Осылай шет-шеттерін пышақпен алып тастаймыз артық жерлерін. Қалған екі бөлігінде жайып аламыз.
6 жұмыртқаның ағына миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Жылдамдықты жаймен көбейтеміз. Бізде массамыз үлкейіп, осылай ағарады. Ал енді қантымызды қосамыз. Қант ергенше миксерлейміз. Жұмыртқалы массамыз дайын болды. Ал енді жаңғағымызды қосамыз. Жаңғағымызды қосып араластырамыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Жайып алған тестамызға жұмыртқалы массамыздың жарты бөлігін саламыз. Барлық шетіне біркелкі етіп жағып аламыз. Екінші тестамызды саламыз. Осылай артық жерлерін алып тегістейміз. Ал енді жұмыртқалы массамыздың екінші бөлігін саламыз. Барлық шетіне біркелкі етіп жағып аламыз. Үшінші тестамызды саламыз. Бетіне бір жұмыртқаның сарысын щеткамен жағып шығамыз. Өзімізге қажетті бөліктерге, пішіндерге бөліп шығамыз.
Ал енді жаңғақтарымызды саламыз. Жаңғақтарымызды қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Мінекей біздің пақлаваларымыз пісіп шықты. Ыстық кезінде үстінен бал жағамыз. Баршаңызға ас болсын.